Çıkar! Çık! Gel kemerek gel, kaç! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asılcan mısın? Ya. Ya niye çıkıyorsun? Ağa, meni izdegan, so'ragan odamlarga qarshi meni ko'rgan jo'qman deb aytingizchi. Ya ne bu qoldi? Keyin aytib tushundiraman barini. Oy, sen aytsan beradi. Siz meni ko'rgan jo'qsiz, men sizni ko'rgan jo'qman. Voy, ahmoq bo'lsa, joy, aytsa ahmoq. Jandim-a? Assalomu alaykum. Naradan kek bilan bir jigit o'tgan jo'q ba? Asılcan ba? Yo'q, o'tgan jo'q. O'tgan jo'q. O'tmet. Niye bildirib qo'ydi ol? Hech narsa bildirgan jo'q. Voy, nimaga qo'lab yursin uni? Kredit algan o, kredit. Son 1 yil bo'ldi to'lamay qashib yur. Ha, kredit alganmi? Son qamamiz kerak-da. Sabab. Onu qo'ya beringchi. Ha. Mana avul tugeldi kredit algan shetnen. Hech qaysi to'lamay, bari qashib yur qo'y. Sonda ber o'z qo'lab yursin dema? Ustav kerak barini. Al ustab algasin ne isteysinler al? Qamaymiz. Qamaymiz? Ye. Ahmaq. Ya iki bölmelerge aporni punktini kim setsin? Bu kira olsun ya mı? Ahmaqsınlar, bastan istemeysinler. Joşa cümüs isteyemezsinler sendir. Nimelega? Ey, bir qara. Sendir odada bulay istemeysinler mi? Avulda setkmen sırtından korşaşlamayısınlar mı? Totda alıp, şimdi qamalıp jüre versiniz olsun. Niye bir büyük jügürüp? Şınымен ne? Ne alasın onu jügürüp? Ahmaq. Sırtına setkimen kaptasak. Kaptap koy. Korşap koydu setkmen, boldu koy. Şınымен şarşap kettim bar qo'y. Basakenge barib aytaş olsun. Aytsay. Korşap koysun boldu koy. Жақсы ideya ekan. Жақсы. Cümüs isteyemezsinler sendir. Formu giygenlerine mersinler ki. Gel! Өзге елдермен Tuğ ya bir kanalga to'xtashi. Zangirler ikinci ayel alу Өзім білемін. заң қабылданса Tuğ jıpılıqtata vermеші, көзім ауырып кетті. Қызық канал таппай жатырмыз ғой енді. Передача таппай жатырмын ғой. Әкеші өзім қояйын. Тартай қолыңда. Әкеші. Тартайын қолыңда. Жолама пультке. Бұл үйде мен ғана ұстаймын пультті. Мен тұрғанда ешқайсысы ұстамайсыңдар. Мен жоқтар өздерің білдір. Bir televizorga 2 pult шығарса жақсы болар еді. Не алмақшы мұны сосын? Әркім өзінің каналын көріп отырады да басып. Шымене? Өткенде маған да бір ой келді. Осы пульттің бар ғой, ана телевизор ғана емес, адам ауыстыратыны шықса ғой деп армандадым да. Не істейін деп ең? Шықса. Сені ауыстырып жіберейін деп ең. Надоелсің уже. Күнде бір қатын ауыстырып, рахаттанайын жүреді. Жақпаған ауыстырып тұр, оқытып тұр. Ойбай. Абайла, бір күні ішіп мас болып келіп, мына пультың менің қолыма түсіп қалып, өзің ауысып кетіп жүрме? Не айтып отырсың? Әзілдеп отырмын, неме? Мә ал, алшал. Қайтырген десем. Ой, солайды. Дұрыс па? Я негізі биылғы жыл жақсы жыл болды. Жақсы. Өкпе жоқ биылғы жылға. Ой, ауылымызға үстін келіндер түсіп. Ой, ауылымыздың ажары кіріп қалды. Мынау бір баяғыдан ау. Жүріп алды ана бір жастарымыз. Ауылдың жігіттері, үйленбей. 40-қа дейін жүрген. 40-қа дейін жүріп. Әлі де көп ондай. Сұрадым өткенде, неге үйленбейсің деп. Ой, дейді, карьера дей ма, бірдеңе істеп алам дейді. Жұмыс жасап алайын, байып алайын. Үй алып алайын, мәшин алып алайын, сол ғой қазіргі жастардікі. Ой, бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Ой, ертерек үйленіңдер дегенге қарамайды ғой. Мейлі, әйтеуір келіндер түскеше осы бір аптаның ішінде 3 келін түсіп қалған. Елдің сәні, ауылдың сәні орамал тәгіп. Айналайын. Көркі, ұрпағымызды көбейтіп айналайын. Ана біреу келе жатыр. Біреу келе жатыр. Мынау кімнің келін? Ай, бұлан Далабайдың келіні ғой. Далабайдың? Далабайдың келіні. Бұнда түскені біраз жыл болып қалды бұл, 5-6 жыл болып қалды. Сынап көрейік, сынап көрейік, ал. Черный қассадан шаршаған күйі. Келін, тоқтаңыз. Қайда барасыз? Шегіріңіз артқа қарай шамалы. Сәлем қайда? Сұрақ шаршақты ғой. Міне сәлем. Көп жаса айналайын, көп жаса. Бақытты бол. Кімнен келінсің? Ой, келін болып түскелі 5 жыл болды ғой. Әр өткен сайын, бер өткен сайын, қайта-қайта неменеге сұрай бересіздер?
Ай, енді память жоқ қазір. Есімізге түсірейік. Ой, Айтшы. ұмытып қала береміз ғой, ұмытып қала береміз. Айта салсайшы енді. Иә. Атамның аты Далабай, енемнің аты Шөмішкүл. Алло, қыздар не болды енді? Ой. Ана, енесі қандай, келін де сондай болды. Ененің топырағынан жаралады деген. О, көргенсіз. Келін ененің топырағынан рас айтасың, рас айтасың. Көргенсіз. Ай, тағы біреу келеді мына жақтан. Бұл кімнің келіні болды? Ой, бұл Шөлбайдың келіні ғой. Шөлекең ба? Бұны мәсіп сынап көреміз ба? Сынап көрейік. Келе жатыр ана. Амансыздар ма? Аман ба, келін? Кімнің келінсің? Атамның аты Шөлбай, енемнің аты Тұрғанай. Ой. Ай, сәлем қайда? Міне сәлем. Ойбай, мына келін. Бұл анадан өткізіп жіберді ғой. О, көргенсіз. Беті жаман екен мына келіннің. Қайырылып сәлем бергі. Шамасы келмеді ғой. О, көргенсіз, ұятсыз. Енесі қандай туыр, келін де сондай болыпты ғой. Бұл енеге байланысты екен ғой мынау. О, көргенсіз. Аты өтіреген ау деп тұрған жоқ қой. Ай, мынау кімнің келіні? Мына танымадым мына келінді. Ай, жаңадан түскен келін ғой. Кімнің келі түсті? Өткенде Бетазарына барып қайттың ғой, Қасқырбай мен Жібектің келіні ғой. Сол ба? Бір сынап көрейік. Бұнда көрейік сынап. Амансыздар ма, ата? Ойбай! Ой, көп жаса келін. Ой, көп жасайды олай. Өзі сәлем сабатыр. Айтқызған жоқ. Міне айналайын. Көсеген көгерсін. Ұлың моншақты, қызың моншақты болсын. Жылқың 100 шақты болсын айналайын. Төріңнен мейман, жүрегінен иман кетпесін айналайын. Бақытты бол, бақытты бол. Міне келін деген осындай болу керек. Міне келін де өзінен өзі сәлем сабатыр. Кердің дегеннен қалдық қой. Кімнің келінсің? Атам мен енемнің. Енді атам мен ене көп қой біздің ауылда. Иә. Қайсысы соның аттарын айтса, атын білмей отырмыз ғой. Атам аты Волк, енем аты Шолк. Ой, айналайын. Қасқыр, жібек, волк, шолк. Айналайын. Бақытты бол айналайын. Дүние тұрғанша тұр. Бұдай екі дүниеңді берекесінде. Айналайын. Осындай болу керек қой. Дада. Шеф шақырдыңыз ба? О! Компаниямыздың мақтанышы. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, керемет. Жақсы өсіп келе жатсыз. Рахмет. Өте жақсы. Көзге бірден түсіп келе жатсыз. Рахмет. Сізді тіл көзден сақтасын. Иә. Не деген мысалы, не деген өсу мынау? Не деген жылдамдық деймін да? Мысалы, қара жұмысшы болып келдіңіз біздің компанияға. Иә. Бір аптадан кейін бригадирсіз. О, иә. Ал одан кейін, бір аптадан кейін инженерсіз. Иә, енді. Ал бір аптадан кейін начальник участка. Иә. Ол бір апта өтпей жатып, инженер по технике безопасности. Енді. Одан кейін осы компанияның бас инженері. Ал енді, содан кейін бір 3 күннен кейін кім болдыңыз? Вице-президент болдыңыз. Иә, енді. Рас. Рахмет. Жақсы жұмыс істеп келе жатсыз. Ал енді сізге жақсы жаңалығым бар. Бүгіннен бастап сіз осы компанияның президенті болып тағайындалдыңыз. Қоймышы! Қоймайын. Мәссаған! Бұған не дейсіз? Бұндайға не деуге болады? Рахмет, папа! Қалай? Ұнады ма балам? Күшті ғой мына, әйгерім, 2 коп алып кеше. Сосын бүгін үйге түнде қайтпайсың. Жүгермек, тиіспе Айгерімге. Өзіңе жаңа хат шалып ал. Айлық сұрамаңдар менен не? Ақша жоғы. Ана. Жетпей жатыр ғой, бюджеттен бөлінбей жатыр ғой. Ана. Сұрай бермеңдер менен қайта кіріп. Ақышлы. Браво. Білгенің істе балам. Білгенің істе. Болды. Не істеген керек бәрін істе. Болды. Саған бердім, тапсырдым компанияда. Немене? Балалардың бәрі бағана кетіп қалды ғой. Ой, апай ғой, қосымша сабақ деп. Ап қалды ма? Ап қалды ғой. Дұрыс, оқу керек. Апай алып қалды ма? Қалды, оқи бер. Бұл оқығаннан адам жаман болмайды. Міне, оқу білім бұлағы, білім құлақ шырағы деген міне. Міне, сөйтіп айтқан кезінде.
Сондықтан бар ма? Бұл әлі мектепті бітіресің ғой? Иә. Мектеп бітіргеннен кейін колледжге түсірем сені. Колледж? Колледжді бітіргенсін институтқа түсесің. Институт бітіргеннен кейін университетке түсесің. Алда әлі. Университет бітіргенсін академияға түсесің. Мәссаған. Омен біткен жоқ. Одан кейін магистратура. Оны бітірсең аспирантура. Оны бітірсең докторантураға түсесің. Ойбай, папа. Мен сонда оқи берем, өмір оқып өтем ба? Енді оқымаған не дейсің? Бәрібір істейтін жұмыс жоқ қой. Жұмыс бар ма қазір? Жұмыс қой, жұмыссыз. Ол сені бір мектеп бітіргенге дейін жұмысқа кіргізетін ақша да жоқ сені. Ол ақшаң сосын ертең беріп алып, оны тағы да шығарам деп жүресің ертең. Не қыласың? Оқи берсе басың қатырға түс. Не қыласың? Оқи берем онда, папа. Өмірім соңына дейін оқи берем онда. Өлгенше оқи бер. Ауылда қалып кеттік қой біз дегені. Ауылда қияй едіңдер ғой таза, иә. Жындет қой, досым, қала деген дамып кетіпті ғой, Қала ғой. Қала ғой. Күште. Біз ауылда қалып кеттік қой. Қалып кеттіңдер ғой? Әке шеше дедік, әке малжан дедік, әке. Ауылбен, анкылбен сол қалып кеттіңдер. Досым, қай жерге отырмыз? Кафе ғой. Кафе? Кафе ғой. Жаңадан ашылған. Кафе десек кафе екен, Ақмарал деген кафе. Күштеген. Досым, ақыры ана ексерді біреу саттық қой. Біреудің ақшасына. Демалайықшы. Болды, өзім көрген қуанышым досым да. Болды, нешесің? Мұздай сыра шекші. Сыра демейді ғой қалада. Пиво дейді ғой, пиво. Пиво? Пиво. Давай, пиво болса пиво. Давай. Апсон! Девушка! Берегіш. Здравствуйте. Что желаете? Саламатсыз. Девушка, нам 2 пиво. Не дедің? 2 пиво? Сен қалаға келіп әлі орысша сөйлей алмайсың ғой, Две деп айтылады ғой? 2 деп айтсаң пиве болып кетеді ғой. 2 пиве деп айтыла ма саған? Так вас двое, да? Міне! Двое, пивое деп айтылады ғой, досым. Сен орысшаны әлі жаттамапсың қалаға. Двое, пивое болмайды ғой. Енді? Так, мне вас долго ждать? Не, девушка, айтыңызшы бізге қалай дұрыс қалай болады өзі? Пивое бола ма, пиве бола ма, или қалай болады өзі? Пиво? Пиво деп айтып отырсың, пиво. Онда, девушка, бүйтіңізші. Короче, 3 пива сюда, 1 пиво обратно туда. Хорошо, я вас поняла. От души отырасың. Таңқ кетті өзіне. Не, неше жыл? 15 жыл болды деймін. Міне солай, жігіттер. Солай, бұл ер азамат деген бір ма? Бұл жігерлі бол керек. Жасықпамау керек. Мынау бір беткей бол керек. Не дейді? Бір бетпен жүру керек қоя бейтіп сонда? Сөз түсінбей деген ғой. Не айтып бердің? Айтқаннан қайтпау керек. Бір айтты ма? Қайтпау керек. Бір беткей деп соны айтады. Мынау екі бетке 200 деген сөз. Сондай ма? Біресе былай сөйлейді, біресе былай сөйлейді. Бір беткей болу керек. Айтты ма? Қайтпау керек. Міне, сондай болу керек ер азамат деген. Енді ақсақал деймін да, бағанадан бері айтып келе жатсыз ғой. Еркек мұндай болу керек, еркек андай болу керек деп барлығын түсіндіріп келе жатсыз. Енді бар ғой, бір ауыз сөзбен тоқетерін айтыңызшы мына. Еркек деген қандай болу керек жалпы? Қысқа нұсқа. Айтып беріңізші маған. Бір ауыз сөзбен ба? Иә. Бұл еркек деген бір ауыз сөзбен айтатын болсам саған. Бұл еркек деген таңертең ерте тұру керек. Бәсе. Ерте тұрып, мұздай душты қабылдау керек. Мұздай. Серпіліп алып, сосын ене тітіркен тұрған кезде барып, ыстық кофені ішіп алу керек. Енені қайттан қыздырып жіберу керек. Сосын үстіне киімін киіп, одеколонын піс-піс етіп сеуіп,
сүйіктісінің қасына бару керек. Спальныйда жатқан. Сосын барып деп бір сүю керек. Сөйтіп жай үйден шығып, есікті жай жауып, сүйіктісін оятып алмай. Сөйтіп өзінің үйіне қайту керек қой. Қайтқан емес. Өзінің үйіне да. Тоқалдың үйден бәйбішенің үйіне қайту керек. Енді түсіндім мынау. Ey palvon çap! Çap! Ey palvon çapsay! Ey turalabayda мәреге келе жатсың, барып 100 мың аласың, келіп 100 мың аласың. Ей қайсың мынау туралап келе жатқан, ей çap! Айда! Çap! Мама! Ау, Маған мынандай көкпар шабатын атап берші. қайтайын деп атты. Ой, мінем ғой. Жатыр ғой үйде бірақ. О, біздің папа ғой. Жұрттың папалары ат топ шабат балдарын арқасына салды. Дайын ат жатыр ғой әкең. Мінсе осыған ерттеп ал. 3 мезгіл жем жеп жатыр ғой. Ойбай, сонда папа ат бола ма? Әрине бола береді балам. Күндіз сен мінесің, түнде мен мінем. Бір үйге бір ат жетек балам. Папа, ат болшы. Газетті тоқылашы. Ой, қойшы. Ой, сен де бір адам газетті қызып жерде келгенде. Шөй жануар. Бәріге қарамайдар. Батыр ғой менің балам, батыр ғой. Сал сері болады менің балам. Ай, не болды? Ой, тыныштық па? Өзіңіз ғой, проблема болса келіңдер деге. Келдік. Я келіңдер деп айттым. Не проблема? Қарасаңыз, Оппо. мені өлімше сабап тастады анау. Оның не сенің? Не қатын сабайтын слабый еркектердің қатарынасың ба сен? Не көрдің мына байғұс келінді? Өзі ғой. Не қылды, көзіңе шөп салды ма? Жоқ ғой. Ата анаңа қорлық көрсетті ма? Жоқ, көрсеткен жоқ. Тапқан табысыңды төркінді тасыды ма? Жоқ. Ода немене көрдің мына байғұсты? Үйге келсем, тұрып алған, сен қаяқтан келдің, қаяққа кетіп баратсың, сен жүрсең, мен де жүрем, сен қыдырсаң, мен де қыдырам. Әйел еркектермен тең, мен сенмен теңмін деп. Сен сөйтіп айттың ба? Я. Әйел еркектермен тең дейді. Теңбіз бақыр десем, теңбіз дейді. Сыртқа алып шықтым да, раз дедім да, көзінен жырқ еткіздім. Жарастыра өзіңе бірақ, шана. Болды, түсіндім. Болды, түсіндім. Енді сен ер азаматсың ғой, шамал сабырлы, бара бер. Өзім келінме сөйлесейін. Бара берейін ба? Бара бер, сенікі дұрыс. Дұрыс дегенсің. Міне қазақтың жігіттері. Жүріп алма, ертерек қайтайын. Ой, қайтады ғой, қалмайды бар. Апқамайым. Келін, оның не? Нең бар өйтіп айтып? Шариғатымызда айтып тұр ғой, ер адам әйел адамнан бір саты жоғары тұрады деп. Не одан анда, әпешеп төріп тұрғанда, соғысқан машинақ соп отырсың енді. Ақмақ қой, еркек деген ақмақ болады ғой. Пайдаланбайсың ба? Алдап, сулап, еркелеп, пайдаланбайсың ба? Айтқанын істетпейсің ба? Әйел, еркекпен ерекісі жеңіледі. Еркелесе жеңеді. Еркелеп, алдап, сулап, тілін таппайсың ба енді? Баған емес, кет бар байыңа еркеле. Шынды ма? Бар. Шынды ма? Түсінікті ғой, балалар, қазір журналға қарап, кімнің бағасы аз, соны тақтаға шығарам. Баттал, Асылжан, сен бағаң аз ғой? 90-ға қорытылмай қаласың ғой. Бір дайындалбай, келесі жолы шай шапай. Қой, шық тақтаға. Шық, бол. Бол. Так, жаза ғой. 5 көбейту 6 тең қанша болады?
Көмектеспейміз, өзі жазады. О, апай. Дұрыс. Өзің шығардың ба? Иә, өзім шығардым. Жарайсың, отыра ғой. 5. Так. Кімнің бағасы аз екен, көрейін? О, Зеренбаев. Зеренбаев. Бағаң аз екен ғой, шық тақтаға. Шық. Иә. Ал, Нұрхан, енді осы есепті керісінше шығарасың. Керісінше, о қалай апай? Жаңа 5-ті 6-ға көбейттің ба? Енді 6-ны 5-ке көбейт. Шығар. Ал, көмектеспейміз, балдар, өз шығарат Нұрхаттың. Шығара ғой, Нұрхат. Көмектеспейміз, өз шығарат Нұрхаттың. Апай, болдым шығар. Осылай болады ма? Өзім шығардым, апай.